Шығыс Қазақстан, терең көлдер, биік шыңдар мен ну ормандардың өлкесі. Аңызға айналған осы өлкені өз көздермен көру үшін, тылсымын сезіну үшін әлемнің түкпір-түкпірінен саяхатшылар келеді. Алтайдың тереңге жатқан тарихын Берел қорғандарынан көруге болады. Бұл біздің эрамызға дейінгі бірінші мыңжылдықтың бірегей археологиялық ескерткіші. Бұл қорғандардан мумиялар табылған. Ғалымдар оларды Мысыр мумияларымен салыстырады. Көлдер туралы айтқанда, Қаракөл көлі туралы айтпасқа болмайды. Көл қылқанды ормандар арасында 1686 метр биіктікте орналасқан. Осы арадан мұзтаудың көз тартар шыңдарын көруге болады. Тау шыңдары күн ашықта су айдынынан анық көрінеді. Көптеген қажылар мұнда тәнін емдеу үшін, мұзтау шыңына көтерілу үшін келеді. Басқалар Рахман қайнарларына шипажайына барады. Зәулім коттедждер, жаңа емдеу корпустары, жабайы табиғатпен, Алтай тайгасымен керемет үйлескен. Алтайдың сұлулығы жол бойынан ақ көрінеді. Мысал үшін Жарқабақты көне австриялық жол, биік тау алқабындағы көгалдар көз тартарлық. Жолды бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде австриялық әскери тұтқындар салған, атауы да осыдан шыққан. Көне австриялық жол саяхатшыларды Марқакөл көліне әкеледі. Көлдің түсі тәулік бойы өзгеріп отырады. Күн ашықта көгілдір, бұлыңғыр күнде қара түске енеді. Көл балық пен құсқа бай. Қиын керіш, көп қабатты түрлі түсті палеогеннің құмды және балшықты жыныстарынан құралған мұнаралар, күмбездер мен қорғандарынан тұрады. Марста жүргендей күй кешесіз. Аласау толқынның дауысын естіп, күнге қыздырынып суға түскіңіз келсе, Зайсан көлінің құмды жағалауы таптырмас жер. Мұнда тау рухтарының қорғаны, шекелмес құзы бар. Алуан шөптердің арасында орналасқан тастар Тарбағатай тауларының сипаттамасы. Алып тастар арасындағы әр қадамыңыз ертегі әлеміне жетелейтіндей. Ал Алакөл көлінің суы емдік қасиетімен әйгілі. Мұндағы су тұзды, алмалта тастар шунгит минералының себебінен қара түске боялған. Бұл Шығыс Қазақстан қазынасының бір бөлігі ғана.